мысалы жаяу жүріп жатқан адам анда заң қабылдайын деп жатыр. Мысалы бұрлайын деп жатсың ба, оңға бұрыласың, солға бұрыласың, бұрылатын кезде көзін жұму керек дейді. Поворот жақпасаң штраф салынады. Солға бұрсаң сол көзді жағасың. Бұрыласың. Сосын қарамасы адамға көзін қысасың ближний. Дальний жақсаң штраф салынады. Или бақытсыз жандар екенсіңдер дейді. Кредит деген жақсы ғой. Кредит өмірдің мәнісін келтіреді екен. Кредит болмаса қиын болады екен. Ұрпақсыз адам сияқты болып қалады екенсің да. Кредит болмаса ше. Так что кредитпен жүріңіздер. Кредит болу керек. Кредит. Бақытсыз адам ол ұрпақсыз адам дейді ғой. Ұрпақсыз адам және бақытсыз адам кредитсіз адам. Өмірдің мотивациясы. Ерте тұрасың, ерте жатасың. Күніге миың неде жүреді андай, тонуста жүреді да, зона комфорта жоқ. Негізі қоғамда болып жатқан нәрселерді комментарияға жазсаңыздар, осы жерді насихаттасақ деп ойлаймын. Мына соңғы кезде болып жатқан жағдайлардың бірі мемлекетте көптеген заңдар шығып кетіп жатыр да. 2025-те мынандай заң шығыпты қазір. Фар жақпай жүрсеңіз, милициялар тоқтатса, сіздерге штраф жазбайды, ескерту жазып береді екен только. Неужели? No деген заң шықты. Мынау жақсы заң екен, мен кеше оны. Так, Каспий. Сосын бір завод ешкім звондамай қалады ғой. Рахат қой, Каспийден, Жусан банктен жағдайын сұрап. Өздеріңіз бірінші роботтан жібереді. Сәлеметсіз бе? Пәленше. Олар өздері шығады ғой. Кеудесін жануарлар шығады ғой. Пәленше, сіздің неңіз просрочка өтіп кетті деп. Ода өтіп кеткен жаңа кругпен танысасың ғой. Сот орындаушы деген. Олар да адамдар ғой. Олар да адамдар, ол да круг, олармен танысасың. Сосын одан өтсең, оған не алмасаң, тыңдамасаң, одан бөлек кругтары бар тада. Не етеді? Коллекторскілермен танысасың. Вот круг ашу, не көбейе береді, достарың көбейе береді. Сол үшін кредит алуды бүгіннен баста. Қандай сені іздейтін туысқандарың көп болады деп ше. Туысқандардан көбісін дейді негізі. Ең үлкен қадам кішкене қадамнан басталады. Сол үшін реттен бастаңыздар. Ал енді мен осы орайда айтып жіберейін. Былтыр 2024 жылы кредиттің 7 миллиондығын кредит алып, қазір биыл 25 жылға өттік. Шүкір 70 миллион кредитім бар. Құттықтап қойыңыздар деп. Құтты болсын. Мен сияқты болғыларыңыз келсе, маған хабарласыңыздар. Жұғысты болсын деуден аулақпыз дейді. Бағана қарызға кіру и кредиттің курстары тегін ба? Тегін курс бар. Қатысам десеңіздер, Ердәулет жазып қоям нөмірін. Косякология деген аккаунты бар. Косякка кірем десеңіздер, осы кісіге хабарласыңыздар. Косяк ғылым тану жолдары. Ешқандай пара алмайды, өз жолымен жеткен, өз күшімен жеткен, ол косякке, Мадияр бауырымыз айтпақшы, өнер қылғандар өз күшімен жеттім дейді, сол кісі. Бастайық, Қой, бастайық. Таныстырып жібер, бәрін біз таныстырсай. Неяқтан бастайық, камераға қарап өз-өзің таныстырып жүріңіз мен. Мен есімім Данияр Нысанбай. Осы індет жол күлкі індетінің бастамасын басында жүрген Серік бауырымның шақыртуымен, Ердәулет бауырының шақыртуымен келіп отырмын. Осында боламыз. Барынша енді артық шығып кетпеуге, сіздердің көңілдеріңізді көтеруге, қызық контент жасауға барым салам деп ойлаймын. Мен наркоманмын дейтін бар, есіме түсіп кетті. Я Джек Форестер, я алкоголь. Мен таныстырсам өзімді деп. Мен есім Ердәулет, міндет шоу, сүндет шоу. Мына жігітті сүндет деп те атайды. Осы шоудың қатысушы, қонағы, былайша айтқанда, осы шоуды барынша қызықты қылуға, әңгімемен, анекдотпен, арасында әуенмен, батылдармен, былайша айтқанда, осы шоуда ойындар ғылымының докторы десек те болады. Бір-екі ойындарда ойлап келдік, алда уақытта көре жатарсыздар. Ал
айта беріңіз. Мен таныстырайыншымын. Осы міндет шоу проектінің бастамасы основатель дейді ғой. Осы Серік бауырым рахмет шақыртқаныңа. Осы проектті бастап, осыны офис нені Нұрсейіт бауырымен танысып, бұл жерде осыны күшті локацияны ұйымдастырып, аппараттарда келіп, бүйтіп әйтеуір. Осы керемет проекттің бастауына себепкер болған Серік бауырым, Сүндет бауырым, жүрген жері індет бауырым. Сөз кезегі. Мен есім Серікбай, Елеуов Серікбай Жарқынбекұлы. Осы міндет шоуды бастайтын кезде ақылдасқанбыз осы ағайын бауырлармен. Нұрсейіт бауырымыз бар. Осы локацияны беріп, бізге ұйымдастырып беріп, дайындап беріп жатқан Нұрсейітке рахмет. Алқа студиясына көп рахметімізді айтамыз. Осы бірінші түсірген есімізде ғой, соны түсірген кезімізде хабарластыңыздар ғой, наяқтан сөйтіп мысалға мынандай болып жатыр да. Мына біріншіден жақсы болып келе жатыр екен деп айтып жатқандар бар да, маған жазып жатқандар жеке. Качество жоғары. Сөйтіп ойланып қалдым, оқты, Нұрсейіт бауырыма рахмет айтып, бетінен бір сүйіп қояйын деп, сол ертерек келген маған. Сүйіс олдыңдар ма, нормально? Жақсы сүйістік. Әмиләні өлме берейін ба? Жоқ, Әмилә жаман қатты дейді ғой сүйіскеніңізде. Тимур сақалға жақсы өреді екен. Қой. Сақалы барлар керек деді ғой. Жоқ, келесі жол атсаймыз дейді сақалды. В общем, бізде міндет шоу, сіздер көрулеріңіз міндетті, комментарий жазу міндеттеріңіз. Міндет шоуға міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Әлі жазған жоқ ешкімше. Ешкім жазған жоқ, не жазған жоқ? Комментарий жазып ма? Жоқ, комментарий жазып отыр. Ең болмағанда давайте точка қойып кетейікші, комментарияны көбейтіп ше. Санын көбейтейікші, саны. Лайк пен комментарияны санын бірдей қып ұстап тұра аламыз да деп ше, неде блогерлер айтады ғой. Мүмкіндік болса тіркеліп кетіңіздер, астына 13 қоңырау шағын басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, Нұрсен Нұры болады. Осы жерде шығады. Подписаться дедім, колокольчик дедім деп ше. Мен жоғарырамын. Сіздің жоғарырамыз. Не ғой? Тағы міндет шоуға қатысуларыңызға болады. Әрине, комментарийға жазыңыздар. Мен еще осы видеоның астында мына жерде не жазып тұрады? Комментарийдің үстінде, сілтеме тұрады, телефон номерлері, данныйларды көрсеңіздер болады. Давайте анекдот Давай тақырыпты ашайық, бастайық. Қыздар беге, қарттар үйге. Сыйға сестраға фисташки дейді атам қазақ. Не дейді, вечерден қалмайсың ғой. Бом, открывается альбом деп қойса, сердце күрек, лопата жүрек. Бұл Ердәулет кеше ғана Түркістан ТВ телеканалындағы главныйсы қалып барады. 500 адамның арасында 7-ші болып ойыннан шықты. 7-ші орын алды. Атақ ойлаңыздар, 500 адам ішінде 7-ші болу деген оңай емес. Ол жерде бұл кісінің қиналғандарын кішігірім мына бір жерлерде примерно көрсетіп қоямыз видеомен. Көріңіз. Ол айтады баны по секрету арамызда қалсын, ешкімге айтпай қойыңыздар. Өзіміздің арамызда енді жалпы көрермендер арасында айтады. 2-ші орын бас жүлде алуға да болатын еді дейді да. Просто 7 қасиет сан дейді да, 7 мысалы, 7 қасиет сан. 7-ге өзім сөйтіп барғам дейді, мындай фокустап ше, баста. Айтса бас жүлде алмаған әшейін сән дейді, сән ғой, сән. Өтіктен араламай, өтіктен жүгіре алмай жүрдім дейді. Жандағылар, бауырларым, қазақ бауырларым көтерілісші бар, көтерілісші деп. Міне осы моментте мен де айта кетейінші. Қазақ бауырларымыз көтерілсін деп міндет шоуды көріңдер! Таныстар да ше, көріп жатыр екен да таныстар. Бірақ сол таныстар комментарий неғып жазбайсыңдар, тош қойып кетіңдер хотя бы. Комментарий жазбайтын таныстар, сендер таныс емес, транстар. Ауыр жаман кетті. Бүгінгі ненің басын бастап беретін Дони. Мен кетіп қалдым ба не кәдімдей? Анекдот айтқан болсын не кәзімін? 35+-тан жіберсеңші. Өткенде өтіп ет біразы. Өтпейді деп қойып жібереді. Негізін анекдот айта алмаймын ше, не шыны керек ше. Эмоция көрсете аламын дегізсе, өтші. Зор. Мұрын қалып кете береді бітсең болды. Құдайдың берген мұрны ғой. Бір күні дейді, әкесі, шешесі, семья тамақ шай ішіп отыр дейді.
сөйтіп баласы мама осы папаның шашын неге түсіп жатыр деп айтады дейді. Сөйтіп мамасы балам папаң көп ойланады, ақыл көп біледі ғой деп айтады. Содан шаш түсіп жатыр, шаш сирек деп. Мама онда сіздің басыңызда неғып шаш көп десе, бәле тамағың ішек көп сөйлеме деп аға ой ойландырып жіберетін анекдоттар екен. Мен 35 қой. 2 секундтан кейін жеткенше. Философический ғой менікі. Философический. Жоқ, өтті. Анасына типа ақымақ деген деп тұрды. Жоқ, дұрыс қой, дұрыс. Два, да? Екінші часть. Бағана бала ғой, сөйтіп шай ішіп отырып, әкесіне қарап, әкесі не отыр, тыныш отыр. Мен сен менің шашымды ағартатын бол, бұзықтық жасап депті да. Қашан қойсын бұзықтың да киің ауыз. Аямай ұрам бір күн. Қойсай шашымды ағартып бітірдің сен менің уже деген ғой. Баласы қарап тұр. Бәсе атамның шашы неге аппақ десіз бе? Бір атаңды тамақ ішеді. Екінші. Саған. Бақ оны ойдан кетті негізі. Жоқ, ойдан зор айтады деген. Ойдан импровизация деген жақсы ғой негізі. Айтпақшы, Дони бізде актерскийді бітірген. Кәдімгі кәсіби дипломы бар. Киноға шақырам десеңіздер, алдарыңызда номерін комментарияға жазсаңыздар, мен сіздерге жекеге жазып жіберемін. Инста, TikTok, Facebook, ID барлығы жібереміз. Апырмай, бұл қалай кетті екен? Екі бауырым мені... 6 ай бойы отырарды ала алмау дегенге келеді сен, осы кісінің тұрышы. Қатты келеді анау. Шапан, найзағаны нені алып, ханның алдына бүйтіп отырады, айырылып қалдық деген кезде ұрсатын адамның түріне ұқсайды ше. Мен Қазыбектің несіне түстім ғой. Қазыбек не еді? Төле бидің. Қазыбек жас кезін түстім. Бәсі мен келеді, айтып тұрмын ғой. Қазыбек жас кезін ойнады, иә. Бүйтіп отырған суреттерім бар, бүйтіп. Төле биді негізі жақсы түсірдік уақытында. Шынымен ескі кинолардың ішіндегі 2018 жылы жақсы шыққан киноның бірі сол ше. Мен толықтай көріп шықтым, айтпақшы. Көруге кеңес беремін. Тарихи құбылыстарға толы шытырманды оқиғалар және де халықты ойлаған, халықты халық болып, елді ел болып қалыптасып келе жатқан кездегі сол жердегі болған ішкі саясатты жақсы бейнелеп көрсеткен. Былайша айтқанда жұмысымызға кәдімгідей 5 деген баға қоямыз. Оннан. Серік өзі шашынмандай. Бүйтіп қойған. Бала кім еді айтқан? Бағанағы жігіт бар ғой, қыз болып кеткен. Амилей. Амилейдің 2018 жылғы версиясы. Мен бастап Самилейді қойды. Ол кезде бойдаған шашында сашаққысы бар әйтеуір, стилі болып жатыр. Мынандай бір анекдот есіме түсіп тұр. Бір пошлый емес, бір нормальный анекдотты айнап бердім бүгін. Сөйтші. Бір күні дейді, жануарларға негізі прикол ұстасаң жануарлар ренжімей дегенде ше, тілдер жоқ қой енді. Бір күні бір қасқыр мотоцикл сатып алыпты да, орманның ішінен Дукати дейтін бар еді бұрын. Қазір бар. Енді бұрын. Дукати деген немес енді. Үш аяқтық мотоцикл болады да типа. Новый біреуін алып, орманның ішін аралап жүр дейді. Бәрі қарап қызығады дейді. Мінеш деп қоян келеді, құры бар. Жолбарыс құры бар деп өзін жеп баратыр дейді. Сөйтіп қоян қызығып кетіпті да. Аға мінеш деп қоймапты. Жарайды мін деп. Мінгізіп алыпты да қоян екеуі басып келіп отыр дейді. 180, 160 тұстап келіп отыр дейді. Алдында фураның прицебі шыққан ғой. Көл дөненнен. Астында өтетін орын бар білесіздер, биіктік. Сөйтіп қасқыр айтады дейді, қоян, көзің жұм, қазір астынан өтіп кетеміз деген ғой. Қойыңыз деп, өтіп кетеміз деп, көзін жұмып бүйте деп отырса, қасқыр алдапты да, короче. Деп, бұрылып, ар жағынан шетіне өтіп кеткен ғой. Сөйтіп қоян риза дейді да. Аға, қасқыр аға, маған сатыңызшы мына мотоциклді мен алам деп, қоймай ғой. Сатып алыпты, короче. Сатып алыпты да, бүкіл қатын бала шағасын, ағайын туысын жинап отырғызып қойыпты да, 180 басып келіп отыр дейді. Қазір қараңдар, ана фуран көрдіңдер ма деп, прицебім деп, соның астынан өтіп кетеміз, көздерің жұмыңдар деген. Бәрі көздері жұмған, бар, қадалып қалған дейді. Сөйтіп қоян айналасын етіп тұрып, ішеңізсің, қайсың көзіңді ашқан деп ойды.
жақсы айтшы неге деп осы жануарлардың темасында бала кездегі анекдоттар ғой енді күлесіңдер ма күлмейсіңдер білмеймін көңіл үшін күле салыңдаршы бір күні арыстан аңдарын бәрін жинапты да сообразно қойыпты өзі абыройы жоқ момын арыстан екен да сөйтіп орманға давай трасса төсейміз деген ғой жол істейміз деген сөйтіп бәрі төсемейміз біз жолмен жүрмейміз ғой аңбыз ғой деген ғой бізге шөп анау арыстан білмеймін төсеуіміз керек цивилизация болу керек деген ешкім не аман сөйтіп арыстан бір-екі адамдар бір-екі аңдар қосып айтады жол істеткен ғой бір қараса жол біткеннен кейін қоя мәз машинасы мотоциклмен келіп жатыр дейді о ахиң ау бері кел деп қоянсыздан мотоциклдағын артына тығып жіберген ғой мә тұршы деп қоян қиналып жатыр дейді бір кезде қасқыр келіп жатыр дейді машинамен невасымен қасқыр салып берге бер да ну кульбаным қалай сен невасын атты қасқырдың атына тығып жіберді тұршы етке деп айтады түлкі келіп жатыр дейді бағана сен айтпақшы бугаттимен бугаттиін алады да оны да тығып жібереді қатын жағына сөйтіп бір кезде үшеуі қарқылдап күліп жатыр дейді арыстан не күлесіңдер не күлесіңдер анаға қара анаға қара қарап қалса тышқан танкінің сыз күліп жатыр Жерин 35-тің конечный туралы жындыханада бір күні осы жындыханада енді директор мұны бір ретте краскіледі ғой сол краскіден кейін мүмкін арасында біреу жөн дұрыс есі дұрыс біреулер пайда болған шығар тексеріп көрейік деген 2 апта өткеннен кейін ғой енді иә 2 аптадан кейін орындықтың бәрін краскілеңдер деген төбесі тықырлады иә в общем сөйтіп 2 аптадан кейін краскілеңдер орындықтың бәрін дейді ғой ауладағы орындықтың бәрін краскілеңдер дейді барады да аулада орындықтың бәрін краскілеп шығады бір кезде енді жіберіңдер дейді ғой ана жындыларды отырмай тексерейік деп бәрі барады да қараса бәрі отырып жатыр пытыр жүгіріп барып отырып алып әңгіме жүріп қарап қалса біреу ғана газет төсеп отырып жатыр екен ол әдемі отырып алып мынаның есі дұрыс короче бізде жазылған адам бар екен деп бағана сенсация жасап жүгіріп келіп камераңды қос мына кісімен несін шығарайық бұл жындыханадан емделіп шыққан бірінші адам деп айтамыз деп ше қасына барып камераны қойып дайындап сөйтіп бүйтіп отырғанға келіп сұрапты сіз не себепті астыңызға газет түсірдіңіз анау краска жұқпасын деп па десе жоқ мыналардың шамалы биік отыр в общем емделмеген десеңші ол ауруханадан ешкім шықпайды ау өзі сондай аурухана сияқты ғой ана жындыхана жайлы тағы бір әзіл әңгіме бар анекдот емес енді анекдот па білмеймін әйтеуір өмірде болған оқиға дейді да сөйтіп бір 4-5 жылда жындыханадан қашатын болған ғой сөйтіп план составить еткен кәдімгідей киноларда болады план составить тығылып охранниктерден жаңағы чертеж сызып тығып андай жаңағы кино ғой кәдімгі сөйтіп так бірінші план есіктен шығамыз сен арғы есіктен шығасың өтеміз былай өтеміз бұрышқа тығыламыз алда 2-ден 25-ке кеткен медсестра өтеді біз ары 30 секундта сыртқа шығуымыз керек ана есік былай ашылған кезде астымызға өту керек санитарка былай өтеді 4-тен былай өтуіміз керек короче соның бәрін план етті сыртқа шығамыз балконнан секіреміз есікке шыққан кезде охранник тұрады охранник обедке сағат 5-терде примерно кетеді соны күтеміз 5-терде ес жабық тұрады жайлап забордан асып түсеміз де қашамыз деген ғой давай дейді пісіреді айлап жылдап пісіреді ана сөйтеді да кіріседі түнде сөйтеді уақыт-уақытын келіп бәрі секіреді ана өтеді санитарка өтеді өйтеді бүйтеді бәрін өтеді сөйтіп балконнан секіріп түседі да қараса есік ашық тұр дейді да охранник жоқ дейді ох бля артқа қайт деп айтады неме десе план бұзды есік ашық тұр деп айтады есік ашық қаша кем мен осындай анекдоттарға ше шынымен елестетемін ше е-мое не болды десең айтпақшы мен ол анекдоттан сәл алыстай тұрайықшы мен негізі өмірімде 4 рет па түс көрген адаммын да есімде қалғанша 4 или 5 рет уақыт деген соң түс көрсең и мен кеше емес қарыз емес кезде түскен түстер ғой ол қарыз емес жоқ жалпы түсті мен өмірімде 3 рет или 4 рет қана есімде көргем қалғаны бірақ былай көрмеппін алдыңғыны бір түс көрдім ғой қарызым жалпы ұйықтамаймын десе короче жалпы былай иә олай да айтуға болады короче мынандай түс көремін айтып берсем рұқсат па бір өзі сәл бір түрлілеу түсті арасында жорып жіберсеңіздер де сәл контент разнообразие болсын деп жатырмын в общем
бір күні ұйықтап жатқан, сол түсіңнің ішінде қай күн екенін білмейсің, түсіңнің ішінде 1 жыл өте ма 2 жыл өте ма жүре бересің ғой. Түсімнің ішінде ұйықтап жатырмын, ұйқымнан тұрсам хабар келді, суыт хабар келді. Сіз жайлы көрдім негізі. Суыт хабар келді, Серікбай бауырымыз 34 жасында өмірден өтіпті деп келді. Не себепті деген кезде дос баласы былай айтты, мен сіздің жолдас балаңызға барып едім, былай айтты, біз екеуміз кетіп бара жатқанбыз деді жолдан. Тамерланский шоссе, Қатын көпірдің бойы үлкен жол, содан жолдан өтіп бара жатқан кезімізде мен бірінші өтіп кеттім, артында Серікбай келіп жатқан кезде бір КамАЗ қағып өлтірді деп айтты да. Сонымен жерлеуіне бардық, түс қой енді, Құдай өзі сақтасын, өміріңіз мың жасаңыз. Сөйтіп бардық, барсып, несінің қабірдің басында тұрмыз. Тұрған кезде қабірді бәрін адамдар көміп, несін жауып қойдық, жатқыздық. И имам 40 қадамнан соң имам не оқиын деп жатыр еді. 40 қадамнан кейін Құран оқиды ғой. Оқып жатқан кезде анау могиланың, моланың, мүрденің үстінен нұр шашырады ғой төбеге қарай. Машалла. Не дейді? Нұр төбеге прям ұзыннан ұзын бүйтіп жарық болып нұрланып. Нұрма точно да, светтай. Сөйтті да нұрланып шашылады да, сонымен бәрі таңғалып отыр, бұл неме бәле, бұл неме бәле. Иә, бұл өмірінде не болған дейсің, осветитель болған дейсің ғой. Сонымен имам тұрады да айтады, бұл өте жақсы нәрсе ғой, бұл мен өмірімде қанша жыл имам болып жүрмін, бұндайды көрмегенмін. Сөйтеді да сол моментте түсім ғой енді, каким-то образом, анау не дейді, КНБшник дейді, ФБР дейді ғой ана жақта. Сол сияқты адамдар келіп тұрған жерге уже камера анау бәрін оцепить етіп тастаған. Келіп, моланы ашамыз дейді ғой. И мен шетте қарап тұрмын, мен досым еді ол деп. Сен қалған бәрі келеді, қарап тұрмын. Келеді да моланы қазып жатыр. Сөйтіп, нұр одан бетер жарықтан түсіп жатыр ғой. Бәрімізге қызық қазір не болады деп. Ажап қалса, бағанағы сізді соққан КамАЗ бар ғой, соның парасы сіздің көтіңізден шығып тұр екен. Кішігірім анекдот қой негізі. Момент болып қалды просто. Мен андай қосайын деп отырмын, мен ашып жатыр. Ашып қалса үшеуміз подкаст өтетін жасты. Сол светтерді ма вообще? Үшеуміздің әруағымыз отырды. КамАЗдың фары жанып кеткен ма? Соққан күйі қалып кеткен. Серьезно, мен жинап отырмын десем. Не, оны айтып отқан кезде есіме түсіп кетті. Баяғыда бір жолдас балам айтып берген еді. В общем, тағы қандай нәрселер бар мынау. Негізі қоғамда болып жатқан нәрселерді комментарияға жазсаңыздар, осы жерді насихаттасақ деп ойлаймын. Мысалы соңғы кезде болып жатқан жағдайлардың бірі, мемлекетте көптеген заңдар шығып кетіп жатыр да. 2025-те мынандай заң шығыпты қазір. Фар жақпай жүрсеңіз, милициялар тоқтатса, сіздерге штраф жазбайды, ескерту жазып береді екен туралы. Неужели? Бір ноу деген заң шықты. Мынау жақсы заң екен. Мен кеше оны жаңалықтан көріп, бізде Қазақстанда қарапайым халыққа арналған заңдар бар екен деп қуандым. Оны машина айдап жүргендер жақсы түсінеді. Енді көңілдеріне су сепкенде жаңалық айтайын. Ол жүргізушілерге. Жаяу жүргізушілер қуанбаңыздар, сіздерге заң қаралып жатыр қазір. Мысалы, жаяу жүріп жатқан адамға заң қабылданып жатыр. Мысалы,